Болашақ бағдарламасына қатысты соңғы жаңалықтар мен халықаралық бағдарламалар орталығы акционерлік қоғамы басқарма төрағасы Әнуар Жанғозин мырза бізбен бөлісуге дайын. Әнуар мырза, қош келдіңіз. Кеш жарық арнайы уақыт арнап келгеніңіз үшін алғыс айтамыз. Енді осы биыл, мына 9 қаңтардан бастап болашақ бағдарламасына құжат қабылдау басталды. Ал былтыр қанша грант иеленді? Сәлеметсіз бе? Иә, жақында ғана біз жарияладық, бастадық іріктеу процесін. Жалпы биыл біз осы іріктеуді кішкене ертерек бастап отырмыз. Осылайша үміткерлерге жалпы құжаттарды дайындау, іріктеуге дайындалу үшін көбірек уақыт беріп отырмыз. Биылғы іріктеу 4 кезеңнен өткізіледі. Бірінші кезең қазір, қаңтарда, екінші кезең сәуірде болады, үшінші кезең маусым, шілдеде және соңғы кезең қыркүйек айында өткізіледі. Жалпы нақты ақпарат мерзімдер бойынша біздің сайтымыздан алуға болады. Биыл жалпы болашақ стипендиясы бойынша 555 стипендия қарастырылған. 555, иә? Иә, 555. Былтыр да осындай көрсеткіш болды. 110 тағылымдамаларға арналған және қалғандар магистратура және докторантура бағдарламаларға арналады. Жалпы былтыр бізге іріктеуге қатысу үшін 1700-ден астам өтінім келіп түсті. Және конкурстық іріктеудің нәтижесінде... Шамамен енді 4-тен бірі, 3-тен бірі алып тұр ғой, е? Иә, шамамен 3-тен астам бір орынға үміткер келіп. Бірақ конкурстық іріктеудің нәтижесінде 461 стипендия тағайындалды. Себебі осы бағытта біздің ең басты мақсатымыз ол әрине іріктеудің тиімділігі. Тиімділік туралы айтатын болсақ, әрине біз соңғы жылдарда әсіресе осы бағыт бойынша ауқымды жұмыс жүргізіп отырмыз. Демек, бұл лайықты кандидаттардың аз дегенін айтуға бола ма, игерілмей қалған гранттарға? Жоқ, ол біз қойылатын жоғары талаптардың өте жоғары деңгейін көрсетіп жатыр, меніңше. Себебі біз қазір байқап отырмыз, осы бүкіл жұмыстың нәтижесінде, мысалы үшін жалпы болашақ бағдарламасының тарихында, 30 жылдық тарихында, ақш-тағы ең үздік университеттерде, яғни шырмауық лигасына, Ivy League, Лига плюша дейміз, сол лигасына кіретін Гарвард, Корнелл, MIT секілді университеттерде бізде жалпы 250-ге жуық стипендиат білім алса, олардың 50-і қазір, дәл қазір биыл түсіп отыр ғой, ол биыл ғана емес, соңғы 200 жыл ішінде осы стипендиясын алып. Сонымен қатар Ұлыбритания бойынша бізде оқып жүрген, білім алып жүрген стипендиаттарымыздың 70%-ы ең британдық, ең жоғары деңгейдегі университеттерде, яғни Оксфорд, Кембридж секілді университеттерде білім алып жатыр. Әнуар мырза, биыл үміткерлерге қатысты талаптар өзгереді деді. Ол қай бағытта өзгереді? Қатаң бола ма, жеңілдетіле ме? Жалпы болашақ бағдарламасы бойынша іріктеу ережелері былтыр желтоқсан айында үкімет қаулысымен жаңартылған нұсқасы бекітілді. Осы енгізілген өзгерістер туралы айтатын болсақ, ең басты бұл қойылатын талаптарды күшейтуге бағытталған. Яғни биылдан бастап енді үміткерлер міндетті түрде шет тілінің деңгейі бойынша сертификатты ұсыну керек. Бұл ең басты өзгеріс. Ол да іріктеудің сапасын арттыруға бағытталған. Енді тағылымдамадан өткісі келетін үміткерлер, мысалы үшін ағылшын тілі туралы айтатын болсақ, ол IELTS сертификатымен 5 ұпаймен және академиялық оқуға баратын үміткерлер, олар кемінде 6 ұпаймен келіп құжаттарды ұсыну керек. Бұл ең басты өзгеріс талаптар бойынша. Және сонымен қатар біз әрине мүмкіндіктерді кеңейтіп отырмыз. Себебі мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес қазір жалпы біз техникалық мамандықтардың
мамандардың даярлауына көп назар бөліп отырмыз. Осыған қатысты менде сұрақ, енді қай мамандықтарға басымдық беріліп отыр? Енді біз былтырдан бері көптеген осы біздің стипендиямыздың жалпы 60%-ға жуық ол техникалық, инженерлік мамандарға бөлінеді, және біздің ғылым және жоғары білім министрлігінің және біздің орталықтың бастамасымен медициналық қызметкерлерге де біз мүмкіндіктер қазір беріп отырмыз. Осы уақытқа дейін мәжіліс депутаттары бірнеше рет осы болашақ бағдарламасына қатысты сыни пікірлер айтқан еді. Мен өзім ол пікірлермен келіспеймін. Жаңа болашақтың тиімділігіне байланысты. Жалпы осы халықаралық бағдарламаларды дамыту жоспары қандай? Болашақтың болашағы қандай болады? Енді біріншіден әрине бұл бағдарламаның тиімділігі іріктеу туралы біз айттық, және бюджеттік тиімділік ол ең басты қойылған мақсаттарымыздың бірі. Бұл бағыт бойынша біз біріншіден университеттермен оқу құны төмендету бойынша тиісті келіссөздерді жүргіземіз. Мысалы үшін былтыр ғана осы жүргізген келіссөздер арқылы 150 миллион теңгеден астам қаражатты үнемдедік. Бұл жұмысты біз әрине жалғастырамыз. Екінші, біз қазір осы жаңартылған ережелер бойынша қоса қаржыландыру тетігін енгіздік. Яғни егер стипендиатын компаниялар, меценаттар, мүмкін толық академиялық университеттен бөлінген грант болса, онда осындай жағдайда біз басқа шығындарды қамтимыз, яғни тамақтандыру, басқа да шығындарды. Бірақ осы стипендианттардың еңбекпен өтеу мерзімі 1 жылға қысқартылады. Бұл енді мотивация ретінде жасалатын нәрсе. Және ең осындай меніңше жақсы тетік ол әрине цифрландыру. Цифрландыру бойынша біз қазір іріктеу процесі бізде толықтай автоматтандырылған. Және біз басқа да процестерде цифровизацияны енгізіп отырмыз. Бұл да біздің жалпы жұмысымыздың басты мақсаты болып табылады. Түсінікті, Ануар мырза, эфир уақыты шектеулі. Сізге студиямызға арнайы келіп, сұрақтарымызға жауап берген үшін алғыс айтамыз. Әлбетте осы болашақ бағдарламасы еліміздің бір іргелі үлкен бағдарламаларының бірі. Болашақтың болашағы зор болады деген үміттеміз, сенімдеміз.